Армысыздар телекөрермен қауым. Жалпы облысымызда болашақ бағдарламасының 4 түлегі мемлекеттік қызмет саласында қызмет атқаруда. Бүгінгі елге қызмет бағдарламасының қонағы облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы, болашақ бағдарламасының түлегі Нұрболат Аблайханұлы Мақашев. Нұрболат Аблайханұлы, бағдарламаға қош келіпсіз. Алғашқы сұрақ, өзіңіз білім алған болашақ бағдарламасы жайлы қысқаша айтып өтсеңіз. Қай жылдары оқыдыңыз және қандай мамандық бойынша, осы бағдарлама бойынша оқуға не себеп болды? Енді сұрағыңызға рахмет. Енді біріншіден осы болашақ бағдарламасы арқылы Германия Федеративтік Республикасында 2012 жылдан бастап 2015 жыл аралығында білім алдым. Жалпы Шпайер университетінде магистратура бағдарламасы бойынша мемлекеттік қызмет мамандығы бойынша тамамдап шықтым. Жалпы бұл бағдарламаға оқуға себеп болуының ең негізгі себептерінің бірі, енді бұл жерде мемлекет тарапынан беріліп атқан мүмкіндікті пайдаланып, осы болашақ бағдарламасында негізгі мақсаттарының бірі бұл экономиканың басым бағыттарына кадрлар дайындау. Енді өзім осы болашақ бағдарламасына түсердің алдында 4 жыл осы ауыл шаруашылығы министрлігінде бас сарапшы қызметінде жүріп, осы болашақ бағдарламасы жөнінде жан-жақты ақпараттар жинап, осы бағдарламаға қатысып, өзімді бағымды сынап жөнінде шешім қабылдадым. Осы күні мемлекеттік қызмет басқарма басшысы лауазымында қызмет атқарасыз. Бұл да бір болашақ бағдарламасы нәтижесі шығар. Және де шетелде алған біліміңіз жұмыста қалай көмектесуде? Енді жалпы алғанда осы қызметте болса да ең бірінші кезекте адамның өзінің ынтасын біріншіден нәтижесі деп ойлаймын. Содан кейін елімізде өзіміздің алған базалық білімнің нәтижесі, және сонымен қатар мынау болашақ бағдарламасы бойынша шетелде алған нәтижесі деп ойлаймын. Осы болашақ бағдарламасын бітіріп, тамамдап келіп, осы елге қызмет етіп бастаған кезде бүгінгі күнге дейін ауыл шаруашылығы министрлігінде де басқарма басшысы қызметтерін, сонымен қатар департамент директорының орынбасарлары қызметтерін атқардым. Сонымен алған теориялық білімді осы тәжірибемен ұштастыру мақсатында осы Павлодар өңіріне жұмысқа келуге ниет білдіріп, бүгінгі күні осы Павлодар облысында Тереңкөл ауданы әкімінің орынбасары қызметін атқарып, сонымен қатар бүгінгі күні ауыл шаруашылығы басқармасында қызмет атқарудамын. Жалпы алғанда өздеріңіз білесіздер, осы болашақ бағдарламасын тамамдаған түлектерге, мысалға талаптары бойынша 5 жыл мемлекеттік қызметте өздерінің жұмыс істеуге міндетті. Ал енді егерде бір жақсы айтып кететін жері, егер болашақ бағдарламасының түлегі егерде осы өңірде қызмет атқаратын болса, онда ол 3 жылдың міндетті болып саналады. Ал енді бүгінгі күні осы салада көптеген түлектеріміз де осы мемлекеттік қызметте қызмет атқаруда. Сізбен бірге оқыған бағдарламаның түлектерімен бүгінгі күні байланыс бар ма? Олар қай салада қызмет атқаруда? Енді жалпы алғанда бүгінгі күні статистикалық мәліметтерді қарап отырамыз ғой. Жалпы осы бағдарлама бойынша бүгінгі күні 10 мыңнан астамдай студенттер, түлектер бітіріп шыққан. Енді жалпы алғанда осы сол Германия Федеративтік Республикасында жалпы бітірген түлектер негізінен бүгінгі күні осы еліміздің әр саласында да қызмет атқаруда, денсаулық сақтау саласында да, білім саласында да, тағы да басқа салаларда. Енді бүгінгі күні әрине осы түлектермен қарым-қатынастамыз. Енді біріншіден осы халықаралық бағдарламалар орталығында, мысалы, бүгінгі күні студенттермен, бітірген түлектермен осы
болашақ ассоциациясы да құрылған. Осының шеңберінде көптеген пікір алмасу сияқты, сонымен қатар дәрістер тыңдау сияқты, сонымен қатар спорттық сайыстарда өткізіліп отырады осы түлектердің арасында. Сонымен қатар әрине бүгінгі күні интернет жүйелер арқылы да осы барлық түлектермен бірлесіп хабарласып отырамыз. Алдағы уақытта балаларыңыз аталған бағдарлама бойынша білім аламыз десе, сіздің шешіміңіз, кеңесіңіз қандай болар еді? Әрине, егер балаларымыз осылай шетелден білім алуға ниет білдіріп жатса, екі қолымызды көтеріп қолдаймын. Себебі біріншіден бүгінгі күні біздің балаларымызға бүгінгі күні білім саласын даму үстінде, осындай дамудың арқасында көптеген балаларымызға мүмкіндіктер жасалған. Мысалы, мектеп қабырғасында жүріп, осы шет тілін меңгеріп, ары қарай болашаққа жолдары мысалы ашуға үлкен мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар мемлекет тарапынан да осындай шетелде оқуға мүмкіндік жасап, стипендияларын беріп, осындай да жақсы көрсеткіштер. Сол себепті міндетті түрде қолдаймыз. Сонымен қатар осы еліміздің дамуына үлес қосатын балалар тәрбиелеу, енді бұл біздің ең басты мақсаттарымыздың бірі. Келесі сұраққа келетін болсақ, ауыл шаруашылығы бойынша өңірімізде 2022 жылы қандай ірі жобалар іске асырылды және жыл соңына дейін асырылады? Енді жалпы алғанда мысалы ауыл шаруашылығы, осы өңіріміздің ауыл шаруашылығы саласында мысалға жүзеге асырылу жоспарланған инвестициялық жобалар бойынша бүгінгі күні бізде жол картасы да әзірленген. Ол енді ауыл шаруашылығы министрлігімен де келісілген. Жалпы жобаға сәйкес осы 22 жылы бізде 22 жобаны жүзеге асыру көзделіп отыр. Енді бүгінгі күні 3 жобамыз жүзеге асырылды. Оның ішінде мысалға суландыру алқаптарын арттыру, сонымен қатар жеміс көкөніс сақтау қоймаларын салу бойынша, құрылысы бойынша, сонымен қатар алдағы уақытта да жүзеге асырып жатқан жобаларымыз бар жылдың соңына дейін. Жалпы енді ең негізгі басты мақсатымыз енді азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Осыған бағытталған мысалы құс фермасының құрылысы, сонымен қатар мал бордақылау алаңдарының құрылысы, сүт тауарлы фермалардың құрылысы сияқты бізде ірі жобаларды биылғы жылдың соңына дейін жүзеге асыру көзделіп отыр. Мемлекет басшысы өз жолдауында тапсырма берген болатын. Агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік қолдау тәсілдерін қайта қарау деген. Осы туралы айта өтсеңіз. Енді өздеріңіз білесіздер, шынында да мемлекет басшысының тапсырмасы бар бізде бүгінгі күні. Ауыл шаруашылығы саласында берілетін мемлекеттік қолдауларды жетілдіру жөнінде. Осы тапсырмаға сәйкес бүгінгі күні республикалық деңгейде ауыл шаруашылығы министрлігімен жұмыс тобы құрылған. Енді жұмыс тобына біз осы жергілікті атқарушы органның тұлғалары, сонымен қатар ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері, атамекен кәсіпкерлік палаталары сияқты мүдделі ұйымдарды қосып, бүгінгі күні ұсыныстар әзірленіп ауыл шаруашылығы министрлігіне жолданды. Енді бұл жерде айтып кететін негізгі жетілдірудің басты мақсаттарының бірі, енді бұл жерде біріншіден мемлекет тарапынан беріліп жатқан қолдауларды алатын ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің мысалы өздеріне мысалы кері талаптар орнату. Енді ол мысалға ауыл шаруашылығы тауарларын өнімін арттыру сияқты әртүрлі талаптар қою көзделген. Сонымен қатар осы берілетін мемлекеттік қолдаудың ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында, сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы әртүрлі кедергілерді алып тастау мақсатында бағытталған негізінен. Осыған байланысты арнайы мысалы біз бұл уақытқа дейін
қолдау бағдарламасы бойынша жұмыс істесек, енді қазіргі уақытта мысалы ауыл шаруашылығы министрлігінің өзінің еншілес ұйымымен арнайы осы шаруашылықтарға субсидия беретін базаны іске қосу көзделіп отыр. Енді жалпы жоспарға сәйкес енді 2023 жылдан бастап істеу көзделіп отыр. Болашақ бағдарлама бойынша білім алушылар мен аламын деуші азаматтарға ақыл кеңесіңіз бен тілегіңіз. Енді бүгінгі күні мемлекет тарапынан еліміздің азаматтары мен азаматшаларына үлкен мүмкіндіктер берілген. Осы бағдарламаны пайдаланып, өздерінің елімізде алған білімдерін ары қарай шетелде ұштап, осы елге оралып, еліміздің әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсартуға бағыттаса деген тілегім бар. Сонымен қатар мемлекет басшысы тарапынан да бүгінгі күні көптеген тапсырмалар беріп жатыр. Осы тапсырмаларды жүзеге асыруға енді өз әр азамат борышы ретінде өздерінің үлесін қосса деген тілегім бар. Бағдарламаға қатысқаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті телекөрермен қауым, елге қызмет бағдарламасының кезекті айдарында амандықпен жүздескенше сау болыңыздар.